Құрметті оқырман, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Сіздерге жүрек тыныштығын тілеймін. Үйлену жай ғана екі адамның қосылуы емес, бұл екі тағдырдың, екі тәрбиенің, екі әлемнің тоғысуы. Қазақта бекер айтпаған, үйлену оңай, үй болу қиын. Бүгін біз мынадай әйел жаман деп айыптамаймыз. Біз тек ер азаматтарға ой саламыз, қандай мінез бен қасиеттер болашақта отбасыңды шайқалтуы мүмкін. Өйткені неке махаббатпен басталады, бірақ мінезбен сақталады. Бірінші, жауапкершіліктен қашатын әйел. Міндеттен, қиындықтан, шешім қабылдаудан қашатын адам отбасын да жарты жолда тастап кетуі мүмкін. Ондай әйел қиындықта сабыр сақтамайды, кінәні үнемі өзгеден көреді. Менің кінәм емес деп жауапкершіліктен қашады. Ал отбасы ортақ жауапкершілік, жауапкершіліксіздік отбасының ең үлкен жауы. Екінші, құрметті жоқ әйел. Еркекке ең керегі құрмет. Махаббат өшуі мүмкін, бірақ құрмет жоғалса отбасы құлайды. Құрметсіз әйел күйеуін өзгелердің алдында кемсітеді. Оның сөзін елемейді, оның еңбегін бағаламайды. Қазақта әйелді отаудың ұйытқысы дейді. Ұйытқы жоқ жерде береке болмайды. Үшінші, материалдық дүниені ғана ойлайтын әйел. Ақша керек, жақсы өмір сүру дұрыс, бірақ өмірдің мәні тек байлықта болса махаббат ұзаққа бармайды. Ондай әйел күйеуін табысына қарап бағалайды, қиын кезде қолдау емес талап қояды. Басқаның күйеуі деп салыстырады. Ал салыстыру сыйластықтың өлтірушісі. Төртінші, өзгермелі мінезді әйел. Бір сәтте сүйгендей көрінеді, келесіде сенің сеніміңді шатастырады. Мұндай әйелмен тұрақты отбасы құру қиын. Өйткені ол өз ойымен ғана жүреді. Бесінші, қатал немесе арсыз әйел. Отбасылық өмірге жауапкершілік танытпайды. Балалар мен серіктестің сезімін есептемейді. Мұндай әйелдің қасында сүйіспеншілік пен сыйластық азаяды. Алтыншы, өмірлік мақсаттары тек өзін ғана ойлайтын әйел. Ол ортақ өмір мен отбасы құруға дайын емес, өз мүддесін бәрінен жоғары қояды. Сенің армандарыңа қолдау көрсетпейді. Дана әйел тек білімді емес, жүрегі мейірімді адам. Ол сөзбен емес, ісімен тәрбиелейді. Өмірдің қиындықтарына сабырмен төтеп береді. Ақылды әйел өз ойымен ғана емес, сезімін де басқара білетін әйел. Ол сүйіспеншілікті бағалайды, бірақ әрдайым өз қадірін сақтайды. Дана әйел үнемі үйренуге тырысатын әйел. Өмір сабақтары оны сынға айналдырады, бірақ ол әр сыннан сабақ алып өзін жетілдіреді. Ақылды әйелдің құпиясы сабыр мен парасатта. Ол қиындыққа қарамастан шешім қабылдайды, бірақ ешқашан асығыс әрекет етпейді. Дана әйел өзіне де, басқаларға да адал, ол махаббатқа, достыққа және отбасына шынайы берілген. Ақылды әйел сөзден емес әрекеттен танылатын әйел. Оның көрегендігі мен парасаты өз отбасы мен қоғамға пайда әкеледі.